шеберханада Аяз атаға көмектесіп, ойыншықтарды реттеп жүреді. Айнала жарқыраған шамдар мерекенің жақындап қалғаны сезіліп тұр. Микки, бүгін ерекше түн. Иә, ата. Сыйлықтар барлық балаларға жету керек. Уайымдамаңыз, ата, жеткіземіз. Кенет Микки аты жазылмаған кішкентай қорапшаны тауып алады. Қорапша жарқырап тұр. Ата, мынау кімге арналған? Қызық екен, мен бұл сыйлықты есіме түсіре алмай тұрмын. Бұны кез келген балаға бере салуға болмайды. Оның өзінің иесі бар. Дереу табуымыз керек. Деп екеуі жолға аттанады. Олар қала үстімен ұшып келе жатып, терезелерге көз салады. Барлық балаларда сыйлықтар, күлкі, әдемі шыршалар бар еді. Бір кезде қаланың шетінде тұрған кішкентай үйді көреді. Онда бір бала жалғыз өзі мұңайып, анда-санда терезеге қарап қойып отырады. Микки болса, ғажайып сыйлықтың осы балаға арналғанын түсініп, дереу үйге кіріп, қорапты шыршаның жанына қояды. Бала қорапты ашып қалғанда, ішінен ерекше жарқырап ойыншық шығады. Үй іші нұрға толып, шырша жарқырап кетеді. Жарайсың, Микки, сыйлықтың иесін таптың. Рахмет саған. Жаңа жылыңмен, балақай. Сен де ғажайыпқа сен. Армандар міндетті түрде орындалады.